27 тамыз күні Испания чемпионатының екінші тур ойындары өтті. Мұнда Мадридтік Реал мен Селтаның жолдары түйісіп, корольдік клубтың пайдасына 2-1 есебі тіркелді. Алғашқы таймда есеп ашылмаса да екінші бөлік тартысты өтті. Матчқа назар аударайық. Қарымта шабуыл кезінде алаң қожайындары қорғаныстың өрескел қателігін ұтымды пайдаланып кетті. Марко Асенсионың алғашқы соққысына кипер тосқауыл қойғанымен серпілген топты қайта бағыттаған Альваро Мората есеп ашып кетті. Артынша Селта таразбасын теңестірді. Айбаланың сыртынан әріптесінен пас қабылдаған Фабиан Арельяно осы тұстан допты асырып нысанадан мүлт кетпеді. Мадридтіктердің екінші голда қорғаушыларға түсірілген қысымның нәтижесінде соғылды. Допқа иелік еткен Лукас Васкес ашық тұрған Тони Кроосқа тез арада жылдам пас шығарды. Кростың соққысы жақын бұрышқа көзделіп, командасын есепте қайта алға шығумен аяқталды. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Мұндағы көрсеткіш 2-1. Зинедин Зидан шәкірттері жеңіске жетті. Біз бұдан да мықты ойын өрегін көрсете аламыз. Бірақ команданың соңғы сәтке дейін үмітін үзбеуге тырысқандығын қаладым. Осының нәтижесінде біз 3 ұпайға қол жеткізіп отырмыз. Бірнеше матчтарда ойдағыдай өнер көрсетпедік. Сонда да маусымдағы бет алысымызға көңілім толады. Еншімізде чемпионаттағы 2 жеңіс, сондай-ақ УЕФА суперкубогы бар. 28 тамыз күні Билбаолық Атлетик өз алаңында каталондық Барселонаны қабылдады. Нуэва Сан-Мамес стадионда өткен бұл матчта алаң иелері минималды есеппен қарсыластарына жол беріп қойды. Ойын былай өрбеген еді. Өз айбалаңда қателікке бой алдырған Марк Андре Тер Штегеннің мына пасынан соң Бейнат қатаң жазалау тиіс еді. Алайда дер кезінде кеудесін тосқан кипер абырой болғанда өз қателігін жуып шайды. Мұндағы есеп 21 минутта ашылды. Қарымта шабуыл барысында Луис Суарестен пас алған Арда Туран өз қапталы арқылы айбалаңына допты асырған сәтте Иван Ракитич шабуылшының қызметін атқарып кетті. Басымен тура бағыттаған соққысы бұл жерде қақпашыға еш мүмкіндік қалдырмаған еді. Артынша дәл осындай шабуыл кезекті рет қайталанды. Бұл жолы Арда допқа иелік етіп, қақпаны өз көздеуді жөндеп санағандай. Бірақ жақын бұрышты нысаналауда сәл ғана туралық жетіспеді. Одан соң Ракитичтің мына керемет пасына нүкте қоюға ұмтылған Суарес қақпалдында қос бірдей қорғаушыны қапы қалдырғанымен соққы жұмсауда асығыстық танытты. Ал Бейнаттың айып соққысы жойқын шыққанымен дәлдік жағы сыр берді. Қонақтардың кезекті қарымта шабуылын Месси және Суарес ұйымдастырды. Бірақ түйіндеу жағы екіншісіне бұйырған болатын. Луистің есепті ұлғайта түсуіне бұл жолы Энеко Баведа кедергі келтірді. Матчтың қалған бөлігінде гол соғылмады. Қорытындысында минималды есеп Барсаға 3 ұпай сыйлады. Ал Атлетико бұл турда Леганеске қонаққа барды, бірақ мадридтіктердің әзірге жолдары болмауда. Мұндағы матч 0-ік нәтижемен тең аяқталып, жеңімпаз анықталмады. Алғашқы шабуыл барысында алаң иелерінің қақпасы алдында жанталас сәт орын алды. Нәтижесінде допты тартып алған Кевин Гамироның соққысы қақпадан қиыстау шықты. Артынша команда капитаны Габидің асырған доғын тоқтатпастан қақпаға жұмсаған Антуан Гризманның есеп ашуына кейпері кедергі келтірді. Гамиро кезекті шабуылды өз қанат арқылы бастап, айбалаңына емін-еркін енген болатын. Қорғаушыларды қапы қалдырғанмен қақпашыдан айла асыру оңайға соқпады. Одан соң Леганес ойыншылары айып соққысын орындады. Унай Лопестің әуелеткен добына басымен үн қатқан Мигель Анхел Геррероның соққысы кипердің уыстан табылды. Ал Филиппе Луистің мына пасын Фернандо Торрес тамаша пайдаланған еді. Бірақ мұнда да қақпашының мерейі үстем. Осылайша есеп ашылмастан кездесуде аяқталды. 0-ік нәтиже қос тарапты да қанағаттандырмайды.
Егер біз дәл осылай жалғастыра беретін болсақ, чемпионатта тек орнымызды сақтап қалу үшін ғана күресетін боламыз. Дәл қазір өте ашулы күйдеміз. Жаңа серпіліс керек. Алдағы ойындарға толыққанды дайынмын деп айта аламын. Еуропа чемпионаты мен үшін сәтті аяқталғанмен әзірше жылдамдығым сыр беруде. Өткен маусымда қалпыма келу үшін тыңғылықты жұмыс істеймін. Италия чемпионатының екінші турда өткен аптада өз мәресіне жетті. Мұнда Лацио өз алаңда Ювентусты қабылдаған болатын. Қонақта өнер көрсеткен Массимилиано Аллегри шәкірттері минималды есеппен жеңіске жетіп, 3 ұпайды қанжығаларына жазды. Лацио өз жарты алаңдарында сауатсыз өнер көрсетумен болды. Душан Бастаның қақпашыға қалдырған добы сәтсіз шығып, нәтижесінде Пауло Дибала басымен соққы жұмсаған еді. Бірақ абырой болғанда қақпашы қайтара білді. Филиппе Андерсон сол қанат арқылы айбалана шығарған мына пасынан нүкте қоятын ешкім табылмады. Ал Квадро Асамоаның ерекше әдіспен аяғын тосып, қақпаның сол жақ бұрышын тура көздеуі киперге біршама қиындық туғызды. Pronti a ripartire, secondo tempo di Lazio-Juve. Екінші тайм бастау алысымен Марио Манджукич Федерико Маркеттиді кезекті соққысы арқылы тағы бір сынап көрді. Киперден доп серпілген түсті Дибала алыс бұрышқа соққы бағыттаған болатын. Бірақ қиыстау. Dybala ai 16, ci prova col sinistro, pallone al lato. Doppia chance per la Juventus al 12° della ripresa. Кезекті қарымта шабуыл кезіндегі Сами Хедираның пас аралас соққысына Манджукич нүкте қоюға ұмтылған болатын, бірақ жылдамдық жағы жетіспеді. Il colpo di tacco, Khedira col mancino dentro, pallone deviato, termina sul fondo. Altro brivido nell'area di rigore della Lazio. Есеп 66 минутта ашылды. Бағанадан бері жолы болмай келе жатқан Хедира бұл жолы өз мүмкіндігін ұтымды пайдаланып, Маркеттиден айласын асырып кетті. Sami Khedira e la Juve la sblocca all'Olimpico. 21 minuti nella ripresa, Juve 1, Lazio 0. Sami Khedira, dopo la gara con la Fiorentina, concede il bis e ancora lui a portare in vantaggio i bianconeri. Одан бөлек Гонсало Игуайнның да есеп аймасын ұлғайтатын мүмкіндігі болған. Controllato da Bastos in qualche modo, la mette sul fondo. Лационың кезекті шабуыл кезінде Патрисио Габаррон қақпаны биік көздеді. Per il tiro col destro, può provarlo adesso, la chiusura di Chiellini, Patrick! La butta sopra la traversa, grande opportunità. Ал Марко Пароланың бағыттаған жойқын соққысы кезінде Джанлуиджи Буффон өз орнынан табыла білді. Prova col destro, Buffon la tiene giù. La conclusione tesa di Marco Parolo. Buffon è stato bravissimo. Arriva il Соңғы сырықтында үнесіл, таблода көрсеткіш 1-0. Жеңіс ақ қараларда. Vince per 1-0. Seconda vittoria di fila per i bianconeri. Ancora una volta protagonista Khedira. La notte degli esami per il Napoli per confermare che il primo tempo di Pescara è stato solo un brutto ricordo. Ал Неаполдағы Сан-Пауло стадионда өткен матчта жергілікті Наполи Миланды сан соқтырды. Мұндағы тіркелген есеп көпшілік күтпегендей нәтиже 4-2. San-Paolo manca da quasi 6 anni. Stadio San Paolo, seconda giornata di Serie Team. Benvenuti a Napoli-Milan, il big match di questa seconda giornata che si è aperta oggi con il match delle 18, con il successo della Juventus 1-0 contro la Lazio. Via, si parte con Koulibaly. Алғашқы гол 18 минутта соғылды. Дрис Мертенстің айбалаңнан бағыттаған соққысы қақпа бағанасынан кез серпілген сәтте Аркадиуш Миликтің иелігінен табылды. Польшалық шабуылшы еш саспастан допты қақпаға тоғыта салды. Primo gol con la maglia del Napoli di Arkadiusz Milik. 18 minuti sul cronometro e avanti il Napoli. Al posto giusto, al momento giusto. Артынша тағы да Мертенстің соққысын кипер қайтарған тұста Милик табыла кетті, бірақ соққысына дәлдік жетіспеді. Позициясы да ыңғайсыз жағдайда еді. Poi Milik, bravo Milik, di nuovo Donnarumma. Есеп 37 минутта еселенді. Бұрыштамадан көтерілген допқа бірінші секірген Милик кезекті рет қақпашыны қапы қалдырды. Шебер орындалған соққы алаң иелеріне толықтай басымдық сыйлағандай.
Una prima il San Paolo da sogno. 2-0 Napoli. Sovrasta Kucka, gira alla grande, dove Donnarumma non può davvero arrivare. Si riparte con il primo pallone gestito dal Milan. 51 минутта Мбай Ньянгтың жеке шеберлігі есеп айырмасының қысқаруына септігін тигіз. Сол қанат арқылы айбалана енген ол алыс бұрышты тура көздеді. Cross che diventa un tiro. Bucato Reina. Il Milan torna nel match con Mbaye Niang al minuto 51 e 2-1. Match che si riapre. Napoli che protesta per il fallo al centrocampo. Арада 4 минут уақыт өткенде Милан тарапынан алаң иелерінің қорғанысына қысым түсті. Бірнеше соққыға тосқауыл табылғанымен Хосе Сосаның мына бір соққысына жауап қайтару қиынға соқты. Нәтижесінде тараз басы теңесіп кетті. Con il sinistro! È una magia quella di Suso! Il gol del 2-2! Il Milan ha ripreso il match! Zielinski. Ал 74-ші минутта Наполи қайталға шықты. Мертенсті кезекті соққысы кезекті тосқауылмен ұласқан болатын. Кері қайтқан допты Хосе Калехон еш қиындықсыз бос қақпаға енгізді. Arriva il gol del Napoli, il gol del nuovo sorpasso. Іле-шала белсенділік танытқан Дрис Мертенсті Юрай Куцка алаңның ортасына шалып жығып, ойындағы екінші сары қағазын алды. Осылайша ол алаңнан да қуылып тынды. Giallo per Kucka, si prende il secondo giallo, che vuol dire rosso. Көп ұзамай Ньянг те қақпашы қарсы өрескел ойын тәртібін бұзып, командасын 9 ойыншымен қалдырды. Niang è già ammonito, giallo più giallo, vuol dire rosso. Ойынға қосылған қосымша уақытта кездесуге нүкте қойылды. Мертенс қалдырған допқа Милан қорғаушы жанасып қақпаға кірген тұста қолымен қайтарған болатын. Бұл жерде таза гол еді, бірақ төрешілер байқамады. Дегенмен серпілген допты Калехо еш қиындықсыз қақпаға жұмсады. Осылайша матчта өз мәресі жетті. Мұндағы есеп 4-2. Бүгінгі жаңалықтардың реті осылай болды, құрметті жанкүйерлер. Сіздерге аптаның айшықты жаңалықтарын жеткізген мен Есбол Қарағұл. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, спортпен шұғылданыңыздар.